Қайырлы кеш қадірлі телекөрермен, Маңғыстау арнасының дүйсенбілік кешкі эфирінде ауыл және әкім хабары. Бүгін біз Тұрыш ауылының бүгіні мен ертеңі жайында әңгіме қозғайтын боламыз. Алдымен ауыл жайында қысқаша мағлұмат. Бейнеу ауданы Тұрыш ауылының іргетасы 1961 жылы құрылған. Ауылдың жалпы аумағы 15.222 гектар. Тұрғын үй саны 98, халықтың саны 709 адам. Еңбекке қабілетті адамдар саны 334, зейнетақы алушылар 69 адам. Шағын кәсіпкерлік нысандар 2, шаруа қожалықтары 10. Әлеуметтік нысандар: 1 мектеп балабақша кешені, 1 фельдшер акушерлік пункті, 1 учаскелік полиция бөлімшесі, 1 ауылдық клуб үйі, 1 кітапхана, 1 байланыс бөлімшесі, 1 пошта қызметі, 1 ауа райын болжау мекемесі. Қадірлі телекөрермен, сонымен бүгінгі студиямыздың қонағы Тұрыш ауылының әкімі Есмағамбетов Серік Мәнергейімұлы. Студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Ассаламалейкум, құрметті көрермендер. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Ел халқыңыз аман есен бе? Ел халқымыз аман есен. Күйлі қуатты ма? Күйлі қуатты, әл қуаттар бәрі жақсы. Өткен жылы сәуір айында көрерменмен тілдескен екенсіз, содан бері өзіңізді осы аралықтағы жаңалықтар, жаңа жүзеге асқан жоспарлар жайында әңгімелемек ниетте студиямызға шақырып отырмыз. Енді әрине көптеген мәселелер өткен жылы қозғалған, биыл мүмкін көбінің нәтижелі болуы мүмкін, өзіңізден еститін боламыз. Ендеше басталық. Жалпы тұрғындардың бір қалауы мынау теміржол өткелін салу болатын. Жүзеге асты ма? Бұл теміржол өткел салу осыдан бір 4 жыл бұрын көтерілген мәселе. Теміржол келгелі бері мына алып жоба мына Жезқазған Бейнеу теміржол салғалы бір көптеген инфрақұрылымдар көтеріліп, ауылымыздың әлеуметтік жағдай өте көтерілді. Сол жағдайға байланысты теміржол салғалы көптеген ауыл тұрғындар жұмысқа кіріп, теміржол вокзалдары салынып, көптеген нысандар көтеріліп, электр бөлімдер ашылып, соған қараған ауылдың 10-нан үстінде адамдар жұмысқа кіріп, өте әл-ауқатын көтерген ауылдың. Енді осы бір мәселе ауылдың тұрғындардың өтінішінде, ауылдың тұрғындардың өтінішінде ауылдың тұсынан өткел салу керек болған, теміржол өткел салу. Оның жалпы жобалық сметалық құжаттардың бәрі дайындалып, қазіргі мемлекеттік сараптамада тұр. Енді алдағы уақытта сол мемлекеттік сараптамадан өтіп, сол қаржы бөлінсе қолға алынатын жұмыс. Жеке кәсіпкердің есебінен салынады. Болмаса мемлекеттен ақша бөлінеді деп отырсыздар. Мемлекеттен ақша бөлінеді деп отырмыз. Барлық құжаты дайын, тапсырылды. Мемлекеттік сараптамадан тұр қазір. Қашан екені белгісіз, айта алмаймыз. Қашан екені нақты айта алмаймын. Түсінікті. Енді бір негізгі мәселе бар, ауылдағы азғантай ғана халқыңыздың айтулы мәселесі. Өткен жылда қозғалған бұл мәселе. Мынау сол мәселеге нақтырақ тоқталалық, содан соң өзіңізден жауап күтеміз. Тұрғындардың айтуы бойынша бұл теміржол бекеті сіздің ауылда тек қана 3 минутқа ғана аялдайды екен. Соны бұйырса 12 минутқа созу жоспарымызда бар. Өйткені 3 минуттың ішінде адамдар түсіп мініп, сол жердің тұрғындары сауда саттық істегісі келеді азғантай. Оған да жетіспей қалады екен. Соны 12 минутқа созу алдағы жылғы үлкен жоспарымыз дедіңіз. Сол жоспарыңыз не болды? Орындалды ма? Жоспар әлі орындалу үстінде. Орындалады деп сендіреміз енді алдағы уақытта. Бұл мәселе енді көтерілді ғой сол уақытта. Сол құзырлы мекемелерге хат жолдап, сол мәселе қазір 7-10 минут аралығында тоқтайтын дәрежеге жетті. Алдағы уақытта тағы көбейтеміз деген үмітіміз бар. Жалпы халқыңыз не айтады бұл жөнінде? Жалпы қазір барлығы енді үлгереді. 10 минутқа үлгеріп жатыр. Қалыпты жағдай қазір. Сонда бұл аялдама кезінде халқыңыз сауда саттық жасай ма? Қандай нәрсемен айналысқысы келеді? Қандай жағдайларды жақсартқысы келеді? Қандай ниетте бұл 3 минутыңыз 12 минутқа ұлғайтуға өтініш білдіріп отыр?
қазір жаздың уақыттарында, осы алдында осы темір жол ашылғалы бері жаздың уақыттарында осы тұрыш елді мекендердің сусында сатылып, шұбат өнімдері, ауыл шаруашылық өнімдері сатылды. Балқаймақ, құрт, шұбат сондай сатылды. Содан кейін Алматыдан келатқан пойыз ғой, енді бізден келатқан. Алматы пойыздарынан жеміс жидектер сол тұрыш елді мекендеріне тұрғындар содан сатып алды. Сол мәселелер. Сосын қазіргі уақытта енді үлгеріп жатыр. Қандай ма бір пайдасы болып тұр? Пайдасы болып тұр, арасында сауда-саттыққа жеміс жидекті алдыруға Алматыдан. Алматы енді оңтүстік облыстардан келетін жеміс жидектерді алынып жатыр. Қазір риза ғой халқыңыз? Шүкір. Әлде де 12 минутқа дейін жеткізу қажет деп отыр ма? Бұрынғысынан шүкір жақсымыз қазір. 10 минуттық болғаннан кейін көп затқа үлгеріп жатыр. Мешіт мәселесі айтылған. Мешіттіңіз заңды тіркелді ме, ашылды ма, имамыңыз келді ме? 2015 жылы наурызда, 22 наурызда салтанатты түрде мешітіміз ашылған. Сосын барлық документтері қазір Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына беріліп, барлық документтер құжаттар жасақталды. Бірақ қазіргі таңда имам жоқ бізде. Өзіміздің тұрыш елді мекенінен де оқып жатқан, мұсылман медреседе оқып жатқанда балдардың тапшылығы балдар болмай тұр. Және де енді жаңа діни басқармадан имам әлі бөлінген жоқ. Аманшылық болса, сол бөлініп келіп жатса, енді тұрғын үймен қамтамасыз етіп, сол имамның жағдайын жасауға ниеттіміз. Бұл неліктен себебін анықтадыңыз ба? Неліктен имам? Неліктен болғанда қазіргі облыстың бас имамымен жүздесу керек па өзіңізге? Бас имаммен де сөйлестік. Жалпы бөлініп не істейді. Сосын Бейнеудегі имамымызбен сөйлестік. Қазіргі таңда осы биыл осы 2018-дің аяғында осы Бейнеудің тұрғындары медресені бітіріп келетін мамандар бар екен, теолог мамандар. Енді мүмкіншілік болса, солар келетін болса, енді біздің тұрыш елді мекеніне сіңісіп жұмыс жасап кететін болса, жұмыс жасайын дейтін имамға, жалпы діни басқармадан келген имамға біздің құшағымызды ашып қарсы аламыз енді. Барлық жағдайын жасауға ниеттіміз. Мүмкіншілік. Жалпы ішкі сыртқы жұмыстарының бәрі толықтай аяқталды. Іші толықтай жабдықталды. Жабдықталды барлығы. Жылу жүйесі. Жылу жүйесі бәрі жабдықталды. Бұл жеке кәсіпкер Жұмалиев Қасен дейтін ағамыз салып берген. Сол кісіге көп рахмет осындай игі істер істеп жатқанына. Өзінің имам Мәлік атында өзінің әкесінің атына мешіт салған. Соның игілігін енді аманшылық болса, имам келсе, осы игілігін қарап, мешітке жамағатымыз көбейеді деп ойлаймыз. Түсінікті. Енді ауылдың тағы бір түйінді мәселесі бар, мына мекемелеріңіздің ауласын жарықтандыру жағдайы айтылған болатын. Өткен жылы бұл мәселе қалай қозғалды? Қарап алайық. Қазіргі жоспарымызда тұрыш мектеп балабақша кешенінде бір 4 бағандағы жарық орналастыру және ауылдық клубтың алдына, сосын ауылдық фельдшерлік акушерлік пунктінің алдына жарық орналастыру жоспарымызда бар қазір. Ауылдық пунктің алдына? Ауылдық фельдшерлік акушерлік пункті. ФАП дейміз оны. Сосын ауылдық клубтың алдына, сосын жаңа тұрыш мектеп балабақша кешенінің 4 бағанасына көше жағына қарай жарықты орналастыру жоспарда бар. Бұл жоспарлар қалай жүзеге асты? Бұл жоспарлар тұрыш ауылдық клубының алдында 2 бағана орнатылды, 2 бағанаға жарық шам орнатылды. Сосын тұрыш мектеп балабақшаның 5 бағанасына жарық шамда орнатылды. Тек біздің қалып тұрамыз енді. Фельдшерлік акушерлік пунктке орнатылмай тұр. Оларға хаттарын жолдадық, мекеме басшыларымен сөйлестік. Алдағы уақытта енді жұмыстарымыз орнатуға. Осы жылы аяқталады деп уәде бере аласыз ба? Осы жылы аяқталады деп нақты айта алмаймын енді. Келесі жылға бұйырса орындаймыз. Оған дейін үйренген қараңғылығында жүре тұрады дейсіз ғой? Жоқ, енді бұл жерде біздердің тұрыш мектеп балабақшасы, фельдшерлік акушерлік пункт, ауылдық клуб барлығы бір аулада орналасқан. Ондай қатты қараңғыда емес, жарық шамдар
жарықтар түседі. Дегенменен дәрігерлік пунктке дегенменде енді сол орнатып отырса қажет. Бірінші кезекте қажет. Бірінші кезекте қажет. Сосын мына орнатылған шамдар көшеге де жарық беріп тұрды. Бір жағынан соған да септігін тигізеді. Көше жарығына да. Халқыңыз денсаулық қызметкерлеріне, саласының қызметкерлеріне риза ма? Денсаулық бір ғана пунктіңіз бар? Бір ғана акушерлік пункт бар. Ода 3 фельдшерлік акушерлік пункті, 3 мейірбике жұмыс жасайды. Бір жедел жәрдеміміз бар, 3 қызметкері бар. Қазіргі таңда әртүрлі дәрежеде 980 адамға әртүрлі жұқпалы ауруларға егілді. Сосын 450 биыл 18 нәресте дүниеге келді. Сосын тағы да бір қуанарлық жағдай, осы 5-ші қыркүйекте, осы биыл темір жолдың өте көп септігі тиіп отыр. Денсаулық пойызы келіп, ауылдың 200-ден үстінде адамдар, балалар бар, үлкен кісілер бар. Яғни ауыл шаруашылығында тұрған, ауылда тұрған адамдардың барлығы қаралып, көптеген осы Ақтөбе, Алматы, Атырау облыстарынан келген дәрігерлердің қарауында болып, бәрі тексерілді. Жалпы көңіл толады. Көңілі толады. Үлкейтелік пунктті болмаса дәрігер шақыртыңыз деген өтініш жоқ халқыңыздан. Жалпы дәрігер керек. Дәрігер, кәдімгі маманды дәрігер болса, тұрыштың елді мекенінің өзінде. Енді бізге фельдшерлік акушерлік пункт қой, фельдшер ойын жұмыстады. Дәрігер маманы болса, бұл да құба-құп қуанарлық жағдай. Қанша зейнеткеріңіз бар? 69 зейнеткеріміз бар. 709 тұрғыныңыз бар. Жағдайлар жақсы. Арыз шағымы жоқ. Арыз шағым жоқ. Қадірлі телекөрермен, біз тікелей эфирдеміз. Студия телефонымыз 30-34-50 немесе WhatsApp желісіндегі нөмірге хабарласып, көкейде жүрген сауалдарыңызды қоя аласыздар. Бүгін біздің студиямыздың қонағы Тұрыш ауылының әкімі. WhatsApp желісі арқылы келген бір-екі сауал бар. Сәлематсыз ба? Тұрыш ауылының әкімін көріп қуанып отырмыз. Серік Манергейм ұлы келетін болсақ, өте жақсы азамат, жұмысына табыс, еңбегіне жеміслей отырып, Тұрыш халқымен бірігіп, одан да биіктердің көріне беруіне шын жүректен тілектеспіз депті. Рахмет. Серік ағаймен мақтанамыз, өте керемет спортшы, қазақ күресінің мықты шебері, үлкен байқауларға қатысып, үлкен жеңістермен оралған ағай, Тұрыш халқы сізбен мақтанады, Серікке сенеміз дейді. Халқыңыз сенімді екен сізге. Спортсал мәселесін шешіп берсеңіз дейді бір тұрғыныңыз. Спортсал мәселесі. Мектебіңізде кішкентай ғана залыңыз бар. Енді балаларыңыз өте жоғары көрсеткіштер көрсетіп келе жатыр, оны бәріміз білеміз. Дегенмен үлкен спортсалдың қажеттілігі туып тұр. Туындаған мәселе. Үлкен спортсал енді көкейде жүрген сұрақ қой енді. Қазіргі таңда біздің Тұрыш елді мекенінде дзюдо күресінің үйірмесі бар, және де жекпе-жек күресінің үйірмесі бар. Қазір жекпе-жек күресінің, дзюдо күресінен де қазіргі таңда ауылдың оқушылары облыстық дәрежеде көрініп жүр, жүлдегер, облыстық дәрежеде облыс чемпиондар, жеңімпаздар атанып жүр. Жекпе-жек күресінен де облыстық дәрежеде көрініп, республикалық жарыстарға қатысып жүр. Қазіргі таңда біздің Тұрыш мектеп балабақша кешенінде гимнастикалық зал дейміз енді. Бұл енді үлкен спорт залға келмейді, кішкентай. Бірақ ішінде жаңа дзюдо күресімен де, жекпе-жек күресімен де айналыса алады. Енді спорт зал мәселесін енді бұл мәселені көтердік. Жалпы сызбалардың барлықтарын алды, жерін белгілеп қойдық. Енді тек алдағы уақытта қаражатқа бөлінсе, соған салынады деген есептеміз. Бюджетке қарап отырсыздар? Бюджетке қарап отырмыз. Қазіргі таңда енді кәсіпкерлер ондай қолғабыс етем дейтін кәсіпкерлеріңіз жоқ та? Іздестіріп жатырмыз енді. Жоқ деп айтылмаймыз, іздестіріп жатырмыз. Түсінікті. Ауылда тұрғындарға интернет жүйесі қарастырылмаған, жоқ деп айтуға болады дейді. Негіз интернет желісі бар, бірақ өте нашар. Нашар, қашан қолға аласыздар? Интернет желісін енді қазіргі таңда біздер ретінде картел мекемесіне, актив мекемесіне, Билайнның картелге айттық, Теле2 мекемелерінің барлықтарына хаттар жолдадық. Біздерге осындай ұшқыр интернеттер орнатып беруге Қазтелекомға да хаттарын жолдап бәрін жолдадық. Енді жауаптарын күтудеміз. Барлық жауаптар келгенде 2020-да мүмкіншілік болады. Қазіргі таңда онда қарастырылмаған деп
жауап келіп отыр. Оған біз оған қарап қалған жоқ, әлі де ізденіс үстіндеміз. Қазтелеком арқылы сөйлесіп жатырмыз. Қазір біз енді тұрған Билайн тек спутник арқылы алады. Оның күшін барлық ең жылдамдығы қазіргі осы халықтың тұтынып отқан жылдамдығы. Одан көтере алмаймыз деген сондай жауап келді. Енді не істемек ойдасыздар? Қазіргі таңда енді қазір мектептерге біздерге жаңағы антенна арқылы беріп отыр ғой. Мысалы, соны антенна арқылы көтеріліп жатыр интернет желісін. Сондай үлкендеу ауқымды антеннды алдырып, сол тұрыш елді мекеніне таратқымыз келеді. Жалпы сондай ойдамыз енді. Қазтелекоммен сондай сөйлес. Мүмкін бе? Мүмкін емес екен білмеймін. Жалпы сондай жобамыз өзіміздің ойымызда бар. Қазтелеком адамдар келсе, келу керек, күтудеміз. Келіп қараса, соның мүмкіншілікті айтса, істеуге болатын. Соны қолға аламыз. Ал жаңағындай ол нелерді күтетін болсақ, жаңа хат арқылы жаңа жіберген жауаптарды күтетін болсақ, онда та 2020-ға дейін созылып кетейін тұр. Қарекет ету керек дейсіз ғой? Қарекет ету керек. Түсінікті. Әкім Бейнеуде тұрады дейді бір тұрғыныңыз. Сосын тұрғындармен қарым-қатынасы нашар болатын белгілі дейді. Енді бұл жөнінде Бейнеудің аудан әкіміне де айтылған дейді, ешқандай нәтиже жоқ. Интернет теміржол кассасы туралы айтылған әлі күнге дейін хабар жоқ дейді. Бейнеуде тұрам. Және Бейнеуде қатынап жұмыс жасаймын. Қарым-қатынасыңыз халқыңызбен? Қарым-қатынасымыз жақсы. Жиі кездесесіз бе? Кездесеміз. Өзіме де келіп тұрады. Жиналыстарды ұйымдастырамыз. Теміржол кассасының мәселесі? Теміржол кассасына қазіргі таңда ол ешқандай не адам алып отқан жоқ. Оған да хаты жолданды ұзарлауға теміржолдың бастықтарына. Егер де теміржол кассасы ашылып, адамдар алатын болса, осы тұрыш елді мекенінің адамдарын алуға ықпал етіңіз деп хаттар жолданды. Жауап жоқ? Жауап жоқ. Әлде мүмкін бұл жерде касса ашылуы мүмкіндігі болмайтын да болар? Мүмкін болмайтын да шығар. Тұрғындардың саны келмей ме? Сондай мүмкін. Бірақ ондай дәл сондай жауапты берген жоқ бізге. Күтіп отырсыз? Күтіп отырмыз. Әкімге рахмет, жастарды қолдайды, болашақта көркейеміз деген үміттеміз депті. Ауыл жастар бізде өте керемет. Ауыл жастарының ауызбіршілігінің арқасында осы тұрыш елді мекеніне кіре берісте тұрыш елді мекені атты жазылған үлкен логотип орнатылған. Содан жастарыңыз белсенді дейді. Жастарында белсенді. Солар өздер 4 түлік малдың мүсінін салып, қоршап, кішігірім саябақ салып, соны ағашпен аманшылық болса, соны саябаққа айналдыру ниеттеміз. Сосын енді жаңа рухани бағдарға байланысты, рухани жаңғыруға байланысты ауылымызға жаңағы тұрыш мен сені жақсы көремін дейтін латын тілінде жазылып, сондай жазу орналастырып, тұрыш мектеп балабақша кешенінің ауласына. Ол жастардың өзінің инициативасымен және де бюджеттен қаражат бөлінбей, өздері соған жинақталып, ауызбіршілікпен әдемілеп орналастырып берді. Ауылымыздың әкіміне ризамыз, айтылған мәселені барлығы қолдан келгенше көмек көрсетеді, жарықтандыру жүйесі қанағаттандырады депті. Болашаққа бағдары мол маман депті. Тұрғыныңыз. Асау барақ кесенесіне тоқ көзін жеткізе аласыз ба дейді. Жалпы тарихи ескерткіш бар, бірнеше тарихи ескерткіш. Жалпы күтімі қандай, тоқтала кетсеңіз? Бізде Тұрыш ата бар, Тұрыш елді мекенінде орналасқан. Тұрыш ата бар, Асау барақ бар, Мұса қожа бар, Дәулетбай сұпы. Бұл осы Тұрыш ата балықшы ауылдың азаматтары осы күзде үлкен сол жерге ас беріліп, сол айналаны атамызға ас берген. Сол жерде Асау барақ атамыздың жанында, Асау барақ атаның басында да сенбіліктер ұйымдастырылады. Онда мекемелердің, әрбір мекемелердің адамдар алып барып, сол жерден сенбілікті ұйымдастырамыз. Кеше осы жақында жазда, күзде осы Мұса қожа мен Дәулетбай сұпаға ағымдағы жөндеу жұмыстарын жасап кеткенбіз. Сарлап, әрлеп. Күтімі жақсы деп толықтай айта аласыз? Толықтай айта аламыз.
түсінікті. Ауылдың ішіндегі көшелігі жарық жағылса және ауылға келіп тұрған грейдер ауыл ішіне кіргізілсе дейді. Жалпы ауылшылық жолыңызда мәселе бар? Ауылшылық жол мәселесі, бізде Тұрыштың ауылшылық жолы жоқ. Иә. Оны сызбаларын барлық құзырлы органдарға жаңа берілді. Енді болашақта Қашан бердіңіз? Қашан нәтижесін күтеміз? Биыл бердік. Нәтижесі аманшылық болса, бәрі қаражатқа келіп тіреледі ғой. Қаражат, ақша, бюджеттен ақша бөлінсе, сол ауылшылық жолға 3 километр жерге салуға ниеттеміз. Енді қазір енді сам Сыңғырлау, сам Ноғайты Тұрыш елді мекеніне келіп тұрған автогрейдер жолы бар. Енді ол автогрейдер жолы осы 2 жыл болды, толықтай аяқталып берілгеніне. Сосын ауылға сол келіп, жаңа өткел салатын жерге келіп тірелді. Сосын ауылдың медиа компанияларға айтылып, сосын жер жағынан 1,5 километр ауылға дейін жол салып алғанбыз өзімізді. Медиа компаниямен көмектесіп. Енді жаңағы Сыңғырлау, Сам Ноғайты Тұрыш елді мекеніне келіп тұрған грейдер автожолы қазіргі коммуналдық ЖКХ дейміз, соған берілген балансына. Енді аманшылық болса, соны бір тегістетіп. Күтімін өзіңіз қадағалайсыз ба? Күтімін солар жасау керек енді. Балансына берілген. Сіз қарап, оны соны ықпал етуге тырысып жатырмыз. Ауылға тартылған тас жол пайдадан қалып жатыр, соны жөндеуге қандай мүмкіндігіңіз бар дейді? Осы жаңа айтылған. Тұрыш мектебінде оқимын, Тұрыш елді мекеніне тұрам, әкімге ризамын депті. Әкім өте керемет адам, барлық тұрғындардың атынан алғыс айтамыз дейді. Халқыңыз риза болып жатыр, қаншалықты мәселені бірақ көтеріп отырмыз қазір. Телекөрерменіміз бар байланыста. Тыңдап отырмыз, өзіңізді айта беріңіз. Сәлематсыз ба? Алло. Сәлематсыз ба, тыңдап отырмыз. Сәлематсыздар ма? Мен Тұрыш ауылының әкімін серікті көріп қуанып отырмын. Бір сұрақ қойғым келіп отыр. Мынау жалпы Тұрышта мал шаруашылығымен айналысамын дейтін кәсіпкерлердің саны қанша екен? Және осы шаруашылықты бастаған көлдіреді. Осыған осы үкімет тарапынан, әкімдік тарапынан қолдау, көмек, бір жер беру мәселесі қалай болып отыр екен? Рахмет. 10 шаруа қожалығыңыз бар, иә? Бізде 10 шаруа қожалығымыз бар қазіргі таңда. Жағдайлары қалай? Жағдайлар жақсы, барлығының да. Жағдайлар енді жем шөптердің барлығы енді қысқа дайындықтан өзі қамтамасыз етіп отыр. Қазіргі таңда. Сіздің қолғабысыңыз қаншалықты? Қамқорлығыңыз? Енді бұлар жем шөптерді енді бұрындары бізде терминал бейнеу терминалына алып беретін еді. Қазіргі таңда енді кәсіпкерлер әкеліп тасып жем шөппен қамтамасыз етіп отыр. Ешқандай мәселе жоқ дейсіз ба? Ешқандай мәселе келіп көтеріп отырған мәселелерін. Қандай бір шаруа қожалығын ашам дейтін, айналсам деген кәсіпкерге жер телімі беріле ме? Жер телімі беріледі, қазір аукцион арқылы жер телімдері беріледі. Бізге келіп құжаттарын көрсетіп, біз аудан арқылы барлық көмектерін көрсете аламыз. Жалпы жер теліміне байланысты өткен жыл 32 адамға жер телімін берген едіңіздер. Биыл қанша адам биыл бір адамға өтініш беріліп, бір адамға беріліп отыр. Қазіргі таңда енді алдыңғы жылы 32 адамға жер телімі берілген кезде инфрақұрылым тартылған жерлерге берілді ғой. Енді қазір инфрақұрылым тартылмаған жерлерге жер телімін беріп жатқан жоқпыз. Соны өтініштер қабылдап жатқан жоқ. Инфрақұрылым жоқ болып тұрды, қазір беретінге барлық. Сондықтан жер берілуді тоқтатып тұрмыз дейсіз ба? Жалпы оны толықтай жабдықтау мәселесі инфрақұрылымда жоспарда бар ма? Жоспарда бар. Жалпы енді қай уақытта істелінетіні тағы да белгісіз. Барлық сызбаларын, барлық осы жерге тоқ тартылатын, газ тартылатын түгел барлық сызбалар дайын тұр. Дайындап. Су мәселесі? Су мәселесі бізде жер асты су көзінен тасып ішеміз. Бір автокөлігіміз бар, су тасиды. Су сервис мекемесі. Қаншалықты қымбат суымыз? Бізде суымыз арзан, қол жетімді. Бір автокөлігіміз 500 теңгеден тасылып тұр. Арадағы алып сатарлық деген бар басқа ауылдарда. Сізде қалай? Жетіспеген жағдайда 1500-2000 теңгеден сатып
сатып алып ішетін ауылдар бар. Жоқ, ондай арыз шағым келген жоқ. Ондай мәселе туындаған жоқ. Туындаған жоқ. 98 үйіңіз бар, иә? Иә, шаруашылықтарды қосқанда. Серік аға, спорт залды қолға алып жылдамырақ бітіріп берсеңіз, қалған жұмыстар жаймен ретін табады ғой, депті. Әкіміміз өте керемет, ауылымызда спорт мектебін салып беруге мүмкіндік бар ма, депті. Ауылға интернет орнатасыз ба, депті бір тұрғыныңыз. Ауыл әкіміне ризамыз, спорт жағынан көп қолдау көрсетіп отырады, ауыл әкіміне рахмет, депті. Спорт зал мәселесі көпті толғандырады екен. Көп толғандырады. Жалпы айттық қой, жастардың белсенді, спортқа да қай жағына да болса да белсенді. Өте жақсы. Ауыл жүктері мол. Байланыста телекөрерменіміз бар. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз өзіңізді. Серік мырза, Тұрыш ауылының әкімі. Ассалаумағалейкум. Біз мына бейнеде тұрамыз. Асау барақ атаның ұрпақтарымыз табын нұркөе. Сол асау барақтың басына газ тартуға бола ма екен? Арасы бір 10 километр жер ғой, 10 километрде шықпайды енді. Серік соған бір көмектесейсің. Түсінікті. Түнеуқанаңыз бар ма? Рахмет сізге. Түнеуқанамыз бар, асау барақ басында. Енді 10 километрге ол үлкен жұмыс, енді нақты айта алмаймыз. Жалпы асау барақ басында біз темір емкіс алып бардық. Газдың осы кезінде Тұрыш мектеп балабақшасына тасымалы газ таситын емкіс еді. Соны асау барақ атаның басына апардық. Енді біз кеше сол асау барақ атаның ұрпақтары келіп, Ақтөбе жағынан соған тасымал газды сонымен қамтамасыз етуге жұмыстанып отыр жалпы. Қашан толықтай бітеді деген жоспарыңыз бар? Келесі жылы бітіретін шығар, келесі жылы. Асау барақ атаның өзінің кәсіпкерлері, асау барақ атаның ұрпақтары солмен өздері қолға алып айналысып отыр. Енді олды жылдамырақ бітіруге біз де ықпал еткіземіз. Телекөрерменіміз бар. Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз. Айта беріңіз. Саламатсыз ба, мен Серік өлі айтайын керек, оның өзі жақсы тұр ғой, байланыс қылмай тұр ғой. Алло. Айта беріңіз. Саламатсыз ба, мен Серігініме үлкен жұмыса еңбегіне табыстар деп. Әлде ел үшін, ауыл үшін аянбай қызмет ете беруге тектес. Мен көрсін соған қосымша, Тұрыштың жолы қашан бір жақсы болар екен деп ойлаймын. Ағамыздың сауалына тағы да бір толыққанды жауап бергеніңіз дұрыс болар. Жол мәселесі. Жол мәселесі жаңа айтылды ғой, Сыңғырлау, Сам, Ноғайты, Тұрыш автокедері салынды ғой. Енді салынғанда да қазіргі таңда толықтай аяқталғанда 2 жылдай уақыт болды. Содан бері бұл автожол күтілген жоқ. Нақты айту күтілген жоқ. Негізі Медиге компания сол өздерінің жаңа қамтамасыз ету керек күтімін. Сол Медиге компания күтілген жоқ. Қазіргі таңда енді жаңа Бейнеу ауданында коммуналдық шаруашылық бөліміне берілді балансына. Сол мәселені сол кісілерге қойып, қазір соны тегістеп күтімін қамтамасыз етуге тырысып жатырмыз. Өзіңіз қолға алып жатырмыз. Ниет білдіріп, өзіңіз қолға алсаңыз, болмаса енді мердігер мекеме дегенмен де жан-жақты сұраныс болу керек қой. Сұрап жатырмыз қазіргі таңда. Осы бәрімізде сол көкейде жүрген сұрақ, көкейде жүрген мәселе осы жаңа Сыңғырлау, Сам, Ноғайты, Тұрыш автогрейдерін тегістеп адам қалпына келтіру. Келесі жылдың жоспарында бар ма? Келесі жылдың жоспарында бар. Ақшасы, қаражаты бөлініп тұр. Қаражасы сол қаражатқа тіреліп тұр. Коммуналдық шаруашылық бөлімінің балансында сол мекемемен қарым-қатынаста отырып, сол мекеме байланыста отырып, сол қамтамасыз енді тегістеп қамтамасыз етуге тырысамыз енді қалпына келтіруге. Ол кісілер қандай уәж айтып отыр бүгінгі күні? Ол кісілер қазіргі таңда жаңа Медиге мекемені сол әлі өзінің жаңағы Медиге компания тегістеуге соған жұмыстанып жатыр.
кезінде нақты уақытын айта алмайсыз? Нақты уақытын айта алмаймын. Қашан толықтай қолға алынады? Саябақ деп қалдыңыз, өткен жылы 150-дей мына Қаратал менен Аққайың еккен екенсіздер. Биылғы шаруаның реті қалай? Биылда қандай мәселені қолға алып жатырсыздар? Көгалдандыру, абаттандыру мәселесі ауылдың ішін. Ауылдың ішінде сол көгалдандыру жұмыстары баяғы қалпында жүріп жатыр. Әдемі болып, қазіргі тұрыш мекте жаңа айтылғандай, барлық бір аулада тұрады. Соның ішіне әдемілеп ағаштардың бәрі енді бір саябақта жүргендей ол әсер етіп жатыр. Келген адамдарда, келген қонақтарда күтімі жақсы ма? Күтімі жақсы. Суарылу уақытында. Түсінікті. Байланыста телекөрерменіміз бар. Сауалыңызды қойсаңыз, тыңдап отырмыз өзіңізді. Айта беріңіз. Былтырғы берген жер теліміне инфрақұрылым тартылмаған. Есеневтің өтірік айтып отыр. Деген сұрағымыз бар. Рахмет. Өткен жылы берілген 32 жер теліміне инфрақұрылым толықтай тартылмаған деп отыр. Қандай уәж айтасыз? Инфрақұрылым. Қай жерде қандай жасалмаған жұмыс бар? Газ, су, жарық мәселесі. Нақты кәлім, әр жаңа айтылған жерде есімде, нақты сол дәл қасында инфрақұрылым тартылмағанмен, жақын жерде бар инфрақұрылым. Ешқандай инфрақұрылымсыз берілген жер телімі бар ма? Жоқ, ондай жоқ. Ондай жоқ. Нақты айта аласыз? Нақты айта аламын. Ауыл ішіне жаңадан жер астымен тартылған газ желісі қашан қосылады? Тұрғындарға қауіпті жақтары жоқ па? Үйлерге тегін қосу мәселесі қарастырылған ба депті бір тұрғыныңыз. Үйге тегін қосылғанда жалпы жаңа нені сметалық жобалық сызбасылған уақыттарда тек жаңа үйге дейін жоспарланған. Қазіргі таңда осы тұрғындарға Қазтрансс аймақтың мекемесінің бастықтарымен сөйлесіп, сосын жиналыстарда айтылған, ол мекеме жаңа тұрғындар өзінің үйді тартып алу өздерінің міндеттілігінде болғанда, несін жаңа материалын алса, шығынын әр тұрғын өзі көтереді. Қазтрансс аймақтың мекемесін жаңа сварщиктер келіп, өздері жалғап береді. Сөйлесілді. Осы аптада, келесі аптада мүмкіншілік болса келеміз деген. Келісілді. Келісілді. Бірақ қаражаты тұрғынның өзінен шығу керек. Тегін тұрғын өзінен шыққанда тек газомерге дейін. Қалғанда тартылып тұр, үйінің қасына келіп тұр, газомерге дейін. Ары қарай үйіне дейін жеткізу тұрғынына. Тұрғындарыңыз келісе ме бұл мәселеге? Жалпы келісіп жатыр, алынып жатыр, дайында тұр. Өтініш бойынша ғана өткізесіздер ғой, жүргізесіздер ғой. Қанша өтінішіңіз бар қазір? Өтініш жазып отқан жоқ. Өтінішіміз ауызекі тілде. Қалай білесіз? Ауызекі тілде келісіп. Сол бізде жаңа Қазтрансс аймақтың сол біздің тұрыш елді мекенінде өздері аралап сөйлесіп шықты. Аралап сөйлесіп, және біздің әкімшіліктің де балдары сөйлесіп нақтыладық. Түсінікті. Сәлеметсіз бе, Серік мырза, тұрышқа қандастарымыз көшіп келеме деді. Онда өтініште келіп атқан жоқ па? Серік ағамызға жұмысына сәттілік тілейміз депті. Енді ауылдық клубтың жағдайына көшелік. Спорттың мәселесін көбірек айттық. Дегенмен ауылдық клубтың жағдайы қандай, іші сыртының жабдықталуы қалай, халқыңыздың ауыл клубқа деген ынтасы қандай шараларыңыз өтіп тұрады, кітапханаңыз бар ма? Ауылдық клуб енді бұл бұрынғы ертеректе салынған интернат болған. Қателеспесем 1962 жыл, 60 жылдар көтерілген. Ескі, бірақ 2016 жылы мен келгелі жол картасы 2020 бағдарламасы аясында ағымда жөндеу жұмыстар жүргізілді. Қазіргі таңда онда ішінде ауылдық кітапханамыз орналасқан 13792 кітап қоры бар. Енді ауылдық клубта әртүрлі салада өнерпаздар келеді ауданнан. Осы жақында
Мен Қазақтың мега жобасының бірінші байқауында жеңімпаз болған. Осман Құлсымақ келіп концертін беріп кетті, жеке концертін. Әртүрлі мерекелерде осы клубпен, осы Тош мектеп балабақша кешені арқылы көптеген осы өткіземіз шаралар. 14 мыңға жуық кітап қорыңыз бар екен. 14 мыңға жуық кітап қорымыз бар. Толықтыру жоспарда бар ма? Жыл сайын өзінің берілген кезеңмен келеді кітаптар, толықтырылып отырады. Кезең-кезеңмен. Өз алдына нақты үлкен клуб салу әрине, бұл үлкен қаражатты талап етеді. Алдымен спорт залды, спорт кешенін салып алсақ па деген міндет дейсіз ғой. Спорт зал мен клуб қайта салыну керек, бірге салынса деген ұсынысыңыз бар бір тұрғынымыздан. Жақсы ұсыныс. Онда мәселе болып көтеріп көреміз, қолдап отырса. Түсінікті. Қандай көптеген мәселелер бүгін міне айтылды. Дегенмен де 1-2 айдан соң жаңа жылды қарсы аламыз. Жаңа жылға дейін көптеген жоспарларыңыз бар шығар, бөлісіп отырсаңыз. Енді жаңа жылда енді жаңа айтылған мәселелердің бәрі орындалып кетсе, құба-құп болар еді, қуанарлық жағдайлар. Спорт салынса, ауызшылық жол салынса, ауызшылық су тартылса, жаңағы ең мәселе енді жаңа темір жол өткелі салынса, сосын ауылға қатынап тұрған ең басты жаңа жолымыз тегістеліп, сол қарым қатынасқа өте жақсы болса, жақсы болар. Мәселе көп дейсіз ғой? Мәселе көп. Негізі мәселе көп. Халқыңыз 709 адам ғана тұрғыныңыз бар, 98 түтініңіз бар, дегенмен де проблемаңыз, мәселеңіз өте көп. Келер жылдан үміт артып отырсыз? Үміт артамыз. Енді шыныңызды айтаңыз деген Айдарға кезек береміз. Өзіңіз білесіз, 10 сауалға иә немесе жоқ деп жауап беруге тиістісіз. Дайынсыз ба? Дайынбыз. Жиі шаршайсыз ба? Жоқ. Қаржы үнемдей білесіз бе? Иә. Өзіңізді қамқормын деп айта аласыз ба? Иә. Сыйлық алған ұнай ма? Жоқ. Сыйлық бергенше? Ұнайды. Соңғы оқыған кітабыңыз есіңізде ме? Ақ боз үй болу керек. Смағұл Елубаевтың. Смағұл Елубаевтың. Сыйлық соңғы кезде мынау спортқа жиі барып жүрсіз ба? Өзіңіз спорт шеберісіз. Спортпен жиі айналысып жүрсіз ба? Соңғы уақытта жиі емес. Ақыл айтқан ұнай ма? Иә немесе жоқ? Иә. Шынайы дос бар дегенге сенесіз бе? Сенемін. Бүгін барлық сұрақтарға шынайы жауап бердіңіз бе? Иә. Бір ауыз түйінді сөзіңіз. Құрметті ауылдастар, енді жұмала көтерген жүр жеңіл дегендей жұдырықтай болып, осындай ауылымызды көркейтуге атсалысып, барлығымыз бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, барлығымыз атсалыссақ, бізге біз жеңбейтін тау мәселе болмайды деп есептеймін. Халқыңыз сізге сеніп отыр. Сенімнен шығамын деген. Сенімдерімді ақтаймын деген ойдамын. Түсінікті. Рахмет, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Студиямызға келіп өткізген әңгімеңіз үшін көптен көп рахмет айтамыз. Сау болыңыз. Қадірмен телекөрермен, ауыл және әкім хабарының кезекті санын осымен аяқтаймыз. Эфирде келесі кездескенше аман болыңыздар.